Бұл оқиға Австралияда болған. Ескі ғимарат туралы аңыз. Бұл жерде қанды оқиғалар көп болған. Мұнда құрылыс жұмыстары көп болды. Бірақ сонда да бәрі қирап, бір адам тірі қалмаған. Бірнеше жыл өткеннен кейін тағы құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Ол құрылысқа ешқандай жұмысшы келіспейді. Себебі өлетінін біледі. Тек 2 жұмысшы ғана келісті. Олар құрылысты бастағанына 1 ай болды, бірақ ештеңе болмады. Басқада жұмысшылар оларға қосыла бастайды. Бастапқыда бір жұмысшы келеді. Ол бұл туралы аңызды өтірік екеніне сеніп, ақымақтық деп ойлайды. Алғашқы жұмыс күнінде кірісе бастайды. Күндіз ештеңені ойламай жалғастыра береді. Бір қызығы, әлгі 2 жұмысшы оған қосылмайтын, ол тек жалғыз жүретін. Кеште батады. Бір кезде 2 жұмысшы басқа жаққа кетіп, сол жақта құрылыс жұмыстарын жалғастырады. Ал жаңадан келгені жалғыз өзі қалып осы жерде жұмыс жасайды. Түн ортасында бір дыбысты естіп артына қараса, асылып тұрған 2 жұмысшыны көреді. Оның жүрегі шыдамай қайтыс болды. Оны бәрі денсаулығына байланысты қайтыс болды деп ойлайды. Сөйтсе, 2 жұмысшы адам емес, ібіліс болып, ол адамдардың бәрін осылай өлтіріп отырған. Бұл жерде құрылыс болмағанын ешкім білмеген. Тек олар бір адамды көздеп осылай істеп отырған. Сонда мұны тек бір адамнан біліп отырған. Солай адамдар жан тапсырып отырған. Бұл ескі ғимараттың сыры осы да. Бұл ғимарат әлі бар деседі.